Қайырлы күн аналар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар, я. Ең бірінші подписаться етіп алыңыздар. Ары қарай сіздерге пайдалы ақпаратты айтуға мен дайынмын. Кеттік. Бүгін сіздерге бала неліктен көп жылайды, я. Бала негізі қырқынан шығам дегенше кейбір балалар ұйықтайды, я, көп ұйықтайтын болады. Кейін уже қырқынан шыққаннан кейін барып жылай бастайды, уже әртүрлі жағдай болып жатады, я. Соның бірнеше себептерін сіздерге айтып өтейін. Ең бірінші, балада негізі 3 айға дейін, 4 айға дейін тіпті, я, балаларда колики пайда болады. Ал ол колики қайдан пайда болады? Бірінші себебі, анасы егер өзінің омырауын дұрыс балаға аузына сала алмаса. Яғни, омырауды салған кезде түгелімен омыраудың ұшын ғана емес, түгел салу керек. Сондай жағдайда ауа кіріп кетеді да, колики пайда болады. Немесе анасы егер мұздай ішетін болса, мұздай ұстайтын болса, сондай уақытта баласында колики пайда болады. Сол себепті мен аналарға көп айтамын. Негізі баланы бір 6 айға дейін барынша күтіну керек, анасы күтіну керек. Сол кезде баласы ешқандай ауырмайды. Одан кейін іш қату болады, гипертонусы бар, әсіресе тонусы қатты балаларда іш қату болады. Ана бала өзі тырысып жатқан денесі, бұлшық-еттері тырысып жатқан денесі, ол күшейген кезде одан сайын ауырады да, содан жылайтын болады. И үлкен дәретке барайын десе, тоже бара алмайды, себебі денесі тырысып тұр. Өзіңіз ойлаңыз да, едеңіз қатты тырысып тұрған кезде өзіңіз күшенсеңіз, қандай сезімде боласыз. И сол себепті де ол балада уже тонус болғандықтан іш қату болады, үлкен дәретке отыра алмайды, қиналады, Сондай уақытта балаға расслабляющий общий массажбен ішіне массаж жасау керекпіз. Одан кейін балада тікенектер болады, сіздер көріп жүрсіздер, Кейбір балаларда болады, кейбір балаларда болмайды. Сол уақытта да бала жылайды. Одан кейінгі себеп, мынау бала көп, мысалға, әлі ішпен жатпай, әлі еңбектемейтін бала, көп қимылдамайтын балаларда арқасымен жата беретін кезде балада мойындары ашық болмайды, ол жабық болады былай жатқан кезде, мойындары бәрі жабық болып тұрады. Ауа кірмейді, мойны көтермейді ол кезде. Сондай уақытта мойындары ашылмағандықтан қызарып, кейбір балада қиылып, қанап кетеді. Сол кезде мойны ашып жылайды. И қолтық асты тоже қиылып тұратын болады. Сондай кезде көп күнделікті, яғни азанда кешке мойнын, қолтығын тазалап тұру керек. Мен әдетте өзімнің аналарыма айтам, хлоргексидин бар ғой, кәдімгі 0,05%, соны алып, бірінші обработка жасап, сосын барып, кез келген өзіңіздің қолданатын креміңіз болса, лучше қызыл майды қолданыңыз деп айтамын мен. Сондай уақытта жылайды бала. Содан кейін кейбір балаларда жаңағыдай не пайда болады? Біреулерінде атопический дерматит пайда болады, диатез пайда болады. Мысалға, анасы тәтті жеп қойса, анасы бір аллергический бір цитрусовый нелер жеп қойса, сондай кезде балаға әсер етеді да, ол сүт арқылы барғандықтан диатез шығып кетеді. Және баланың басында, мысалға, туылған кезде балада көп қайсақтар болады, қарасаңыздар, бір корочкалар тұрады, аппақ-аппақ болып. Солар да баланы мазасын алып, қышытып жылайды. Соны міндетті түрде тазалап тастау керек. Оны қырқынан шығам дегенше әбден тазаласаңыздар, оны маймен бірінші тазалайсыздар, сонымен өзі кетіп қалады. Қастарында, мысалға, болып жатады. Сондайлардың барлығын анау 1 айға, 2 айға дейін кетіп тастау керек негізі. Бала одан көп мазасызданатын болады. Тағы да айтатын нәрсе, ұл балаларға келейік. Ұл балаларда ашөбайында тұз жиналады, ұшында тұз жиналып қалады, бала содан да жылайды. Соны ақырын тазалап отыру керек. Күнделікті тазалап отырсаңыз, балада дискомфорт болмайды. Одан кейін және бала анасының сүтіне тоймайтын болса, кейбір балалар болады, енді
әсіресе ұл балалар, иә, қыз балалар да кездесіп жатады, анасының сүтіне тоймайды, құнарсыз болады анасының сүті. Сондай кезде біздер қосымша тамақ береміз, смесь береміз, иә. Сондай уақытта бала көп жылайтын болады. Бүгінгі ақпарат осы. Егер де ақпарат ұнаған болса, өздеріңіздің жақындарыңызға, туыстарыңызға осы видеоны таратыңыздар. Маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және сұрақтарыңыз болса, осы жерге комментарийге сұрақтарыңызды қалдырыңыздар. Мен әрбіріңіздің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.